Сіз білесіз ғой, айтқыңыз келмей отыр. Есектен қымыз шыға ма, шықпай ма сонымен? Есектен мен көрсем Шымкенттен, там Тараздан бір-екі есек көрдім ғой, жолда кетіп жатқан. Көп сұрайтындар. Бірақ болып тұрды. Көп нүкте. Көп нүкте, иә. Қымыз көп, бірақ өзінің табиғи дәмін сақтап қалған рас. Ана ішінен бір нәрсе шықты деп айтады. Ішпеңдер, бұның ішіне арақ қосылған, бәрі кәдімгі гарантия қойып, пәтуасын беріп тұрып айтады да адамдар. Егот үшеуі бар, бал бар, қымыздың өзі бар, саумал бар. Үшеуі қосылған кезде бұл жерде бір жойқын емдік эликсир пайда болатын сияқты меніңше. Бұл деген жаңағы кәпірлердің ішетін сусыны, ішің жаңағыдай неге мас қылады, масайтады деген сияқты әңгімелер жүргізеді. Қазір мысалы бір бауырымыз алады да, ана қымызды ішіп, перегармен алады да, просто правасын айырылып қалады, 15 суткіге қамалып қалады. Жатады 15 суткіде, правасы кетіп қалды. Болды, енді водитель болып жұмыс жасайтын адам мысалға жұмыстан да айырылды. Бұның күнәсін кім арқалайды деймін да, сонда мен айтамын. Мен де көре алмаймын, сіз де көре алмайсыз. Қанша жерден өндіріске барып қарайық деседі, оны бізге көрсетпейді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Біз Ақтау қаласындағы сұхбатымызды жалғастырамыз. Бізде қонақта Әділ Сауда компаниясының басшысы, кәсіпкер Әлібек Арифуллаұлы. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумассалам. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір. Біз бүгін қымызханада емеспіз. Мен неге қымызхана деп отырмын, өйткені ағамыз еліміздегі бір сондай танылып келе жатқан балғымыз деген брендтің осы шығарушысы, өндірушісі. Біз бүгінгі мынау әңгімемізде балғымыз туралы бір өзгеше қырынан қарап, қызықты фактілерді ортаға салып, халыққа түсінікті тілмен жеткізгіміз келеді. Қымыз деген тақырыпты. Қазір енді өзіңіз білесіз, қымыз көп, бірақ фильтр жоқ. Біз Башқұртстанның қымызын да ішіп жатырмыз, құрамы белгісіз. Біз қышқымызды да ішіп жатырмыз, құрамы беймәлім. Бірақ түптеп келгенде дәстүрдің жаңағыдай жолынан ауытқымаған қымызды біз әлі сезе алмай жатырмыз, біле алмай жатырмыз. Қайсы дұрыс бұрыс екенін. Жалпы сапалы қымызды біз қалай ажыратамыз? Содан бастайық әңгіме. Енді біз былай айтқанда ең бірінші шыны керек осы қымыздың қатты актуальны болып тұрғаны ең бірінші себепші болған осы башқұрт қымызы ғой негізі. Башқұрт қымызы, кәдімгі. Башқұрт қымызы. Бастайын оған дейін вообще мүлдем қымыз деген қымыз туралы мүлдем әңгіме қозғалмады. Қазір алған қалаумен қымыз дейтін өте сұранысқа ие болды. Енді осы сол күнге дейін біздің өзіміздің қымызымызды шығаратын күнге дейін башқұрт қымыздың өзімізде іштік, өзімізді дәмін көрдік. Сосын неге өзіміздің өнімімізді шығармасқа, қайтып енді жандандырмасқа деген ниетпен өзіміз марка жасайық деп, осындай бір бренд атауын шығарайық деп ниетпен, сосын бір сіз білетін енді балғымыз. Бейбіт Кушкалиев дейтін бауырымыз бар. Соған хабарласып осындай жағдай түсіндіріп айтамын. Жалпы осы балғымыз теманы естіп жатсың ғой. Осы жерде не істесек болады, бір балқымыз деген сияқты бір. Мысалы, оған бір ой тастадым. Аран ұясы болу керек, гүлдің түсі болу керек деген сияқты. Сосын алған қалаумен бейбіт сөйтіп ойласып, бір-екі күннен кейін осындай дизайн шығарып берді. БКУ деп, балғымыз деп. Неге балғымыз? Енді ішіне бал қосылады. Біздер енді реально балғымыз қосамыз былай айтқанда. Енді басқасын айта алмаймын мен. Просто балдай деп тәтті болғасын шығар. Енді көбісі балғымыз деп аталып кетті. Жалпы балқымыз енді бұл жалпылама атау болып кетті. Мысалға сүт па, сүтті мысалы молоко, мелоко, шадринский деп бөліне бере ма. Дәл солай бір балғымыз атау. Бұл жерде біздің айырмашылығымыз БКУ деп өзіміз ерекшеленіп, сөйтіп лого шығарғанбыз да. Көбіне балғымыздың, жалпы қымыздың құрамы мынау дәстүрлі біздің ашыту жаңа әдісімен айтады да. Биенің сүті,
жаңағы көбеде ысталған сол биенің сүті деп басқа көп дүниені айтпайды. Ол енді бөтелкеде тұратын болғаннан кейін осы қоспалар қосылатын шығар. Енді қоспалар қосылатыны бар, анық, бірақ бұл жерде әр адамның өзінің бір технологиясы бар. Мысалға повар, например, мысалға айтайық, бір соус алайық та, мысалға бір жаңа торт пісіретін кондитердің бір өзінің бір кремін айтайық та, ешкім саған мысалы көрсетпейді бұның әдісін қалай жасайтынын. Бірақ бізге де сондай бір күмәндар, жаңа сұрақтар келді, типа қалай жасап жатсыздар деген сияқты. Оны лично өзіме де барып көрсетпейді әдісін. Бірақ біздің сыртымыздан адамдар барып, жаңа экспертиза лабораторияға апарған, шынымен бұл жерде қандай басқа артық қоспа жоқ па деген сияқты. Бұл жерде тап-таза кәдімгі қымыз биенің сүті, киік оты шөбімен ысталады қымыз, және бал қосады, табиғи бал. Біздің Шымкенттің басында, су таудың бастарында жиналатын балдар. Бәрі табиғи. Бәрі табиғи. Ешқандай бір андай зиянды қоспа жоқ. Себебі бір жағынан ол өз алдына бір тексеріс бар. Және бізде өзіміздің муфтияттың жанынан ашылған халал даму мекемесі бар. Айбек мырза бастаған. Сол кісілердің арнайы тексерісінен, бұлардың енді тексерісі қатты, енді былай айтқанда. Сол кісілердің бәрін қарай ма? түгел тексереді. Әр өңірде өздерінің өкілдері бар. Жылда сертификат аламыз, өтетін болса, өткен жағдайда. Себебі ішінде өздерінің Мейіржан деген бауырымыз бар. Сол халал дамуда жасайтын. Өзі жеке барып, осы қымызды ішіп, қанға жаңағыдай неге алкотесті тапсырып, қанға тапсырып, және кіші дәретке де тапсырды да, неге алкоголь, бойында алкоголь жоқ па деген ниетпен. Сол алаң қалуымен сөйтіп таза өтті, ешқандай не берген жоқ. Содан бері таза келе жатыр. Содан бері таза, Аллаға шүкір, проблема жоқ пока. Осы жаңағы алкоголь дегеннен шығады әңгіме. Осы қымыз ішіп, жаңағыдай тәртіп сақшылары тоқтатып, правосан айырылып қалыпты деген әңгімелер бар ғой елдің ішінде. Ондай көп. Енді бұл балғымызға теліп қоймаймыз. Балғымыздың атын жамылып шығып атқан қымыздар бар қазір. Бал қосылған қымыз деп, бірақ оның көпшілігі балғымыз деп ойлап қалуы мүмкін. Сіздің брендіңіз деп ойлап қалуы мүмкін. Мынандай жағдай болды. Жалпы мынандай түсінік бар. Негізі ашыған заттың бәрі перегар шығарады. Ол көрсетеді, жаңағыдай барып алкотестке тапсыратын болсаң, бұның ішіне жаңағыдай ашыған заттың ішіне шұбат та кіреді. Шұбатты ашыған күйінде қымырандай кіреді. Дизи деген сусын бар, мысалы, ол да кіреді. Мысалы, дизиді ішсінде перегар шығарып береді тіпті. Дәл солай сияқты, мысалы, бізде мысалы қазір айтамыз да, бірақ бұған да ешқандай мысалы гарантия бере алмаймыз, нақты айтқанда. Бұл да мысалы магазинде тұрып ашыған күйінде біреу барып салқында ішіп алып, одан ұсталып қалса әбден шығуы мүмкін. Ол ешқандай гарантия бере алмаймыз, себебі айтады ғой, мына сүт, жалпы сүтке бал қосса реакция береді, уже перегар береді екен. Реально зат ол нәрсе. Перегар ол бірақ жаңағыдай масайту деңгейінде емес. Масайту деңгейінде емес. Бірақ енді кейбір нәрселер, мынандай заттар бар, енді оны аржан кухнясын білмейміз шыны керек. Себебі осы қазір көп таралып жатыр, көптеген бауырларымызды білеміз, өзіміздің арамызда араласатын бауырларымыз да бар. Сондай бір қымыз ішеді, действительно анау есіңнен адасатын зат анау деген. Білмеймін енді. А жалпы қымыздың өзінің натурасы, өзі сол ата салтымыздан келатқан сусынымыз ғой біздің. Бұл енді бойды қыздыратын, тер шығаратын, кәдімгі сусын, қуат беретін сусын, кәдімгі айтқанда. Бұл жерде енді сол бір нәрсені жасырып қалғаннан бір жерден перегар шықпайды деп андай нақты айта алмаймыз біздер. Себебі бұл өзі табиғи, өзі сондай сусын негізі. Бірақ енді біздер халыққа барымызша таза, барымызша свежий, балғын күйде деп айтады ғой. Балғын күйде барымызша сондай таратуға тырысамыз да. Себебі бұның артында ХМДБ-ның, жаңа халал дамудың, муфтияттың абыройы тұр. Ертең мысалға, енді Құдайдың өзі сақтасын, біреуден мысалы сонда бір перегар шығып қалып, сонда бір жағдайға түсіп қалатын болса, бір кір бірінші бізге, және муфтиятқа кірі келеді да бұл жерде. Балғымыз масайта ма, марқайта ма? Марқайтады. Марқайтады. 100%. Былай айтқанда енді ана қымыздар ұқсап, енді шыны керек өйтіп. Мен микс деген қымызды көргенмін.
сөйтсем жаңа башқұрт қымызы бар, жаңа біз білмейтін сырттан келетін қымыздар бар, небір халал деген сертификаты бар, бірақ біздің КМДБ-нікі емес. Соның бәрін қосады екен дағыны. Біздің жаңа оның ішінде осы балғымызда болуы мүмкін, білмейміз. Бірақ микс 4, 5, тіпті 6 қымызды қосады. Сосын араластырып оны береді. Ол жаңа мас айтпақ түгіл, одан зорғысын да істеуі мүмкін адамның ағзасына түскен кезде. Оның құрамын ешкім білмейді. Мен айтам, біз солай сатып алғанбыз бірде. Мен сатушы айтам, мынаны кім жасайды десем, біз өзіміз жасаймыз дейді. Айтам, қалай ол өздеріңіз жасайсыздар десем, барлық жаңа бутылканы алады, құтыны, сосын бәрін бір қазанға құяды, кейін араластырады оны. Жыл жерге қояды. Иә, жыл жерге қояды. Ашытады. Сіз технологиясы жақсы біледі Енді білеміз ғой, олар құйып, кейін сатады екен. Мен айтам, мына қымызды ішкен кезде бірден жаңа өңіш күйеді деймін да. Негізі бұлай болмау керек сияқты еді менің білетін қымыздарымда. Көп адамдар негізі шатастырып отыр негізі. Қазір вообще былай айтқанда кейбір қымызханаларға кіргенде қымызхана емес, пивнушка кіргендей боласың. Кәдімгідей. Орысша айтқан перегарный шығып тұр. Перегарный иісі, сол заведениенің өзіне кіргенде уже кәдімгідей арақтың иісі асып тұрады. Просто соның ішіне бір ішін күйетіні өзіміздің намазхан бауырларымыз көбісі отыратын соның ішіне. Қазақтар. Қазақ бауырларымыз. Былай айтқанда қазір күндіз бәрі күшті болып жетті, кешкі мезгілде уже сол жерден табасың көбісі. Түске дейін имам, түстен кейін имам. Мына сувенир әкелген жоқ қой жігіттер. Қарайық, бізде стакан бар. Мында қазір. Абайламаса. Иә, мен бірінші сыртқы дизайнына Бейбіт Көшқалиевтің құлағын алтын сырға. Көрген адам енді бірден түсінеді, қымыз екен, сапалы жасалған. Мұндай дизайн мен көрмеппін. Қазір адамдар Бейбіт сенің өзіңнің қымызың ба деп баққа деп Бейбіт Көшқалиев деп. Шынымен де, иә? Солай ойлап жүрді негізі. Аналогы Бейбіт Көшқалиев. Қазір КМДБ-ның мына жерде белгісі бар. Сертификат, таможня декларация ЕАС бар. Сертификат бар. 2 градус тәуліктен жарамдылық мерзімі 25 тәуліктен артық емес. 25 күн, е? 25 күн. Сақтау температурасы 0-ден 2 градус. Ресми түрде көрсетілген затта, әйтпесе былай жақсы температурада сақталып тұрса, бұл тұра береді 3-4 айлап. Қазақ өнімі бір көзге түсетіні жылқы саумалы, бал, киік оты, шөбі. Мен қазір үлкендерден естіген әңгімемді осы киік отыға қатысты айтамын. Бірінші көрейік. Ал, бісміллә. Дауыс қандай? Бұл ысталған қымыз. Аха. Ыстың иісі шығып тұру керек. Ыстың иісі шығып тұр. Ішінде кішкентай қара точкалар болады. Бұл көп адам қорқады, көп, көп адам шошиды содан. Антисанитария деп. Типа низат мынау, анау. Бұл сосын бұл кәдімгі киік оты шөбі ысталғанда. Көтек. Ал біз. Арыс. Оны ыстағанда кәдімгі от қой, енді оттың ішінде не істегесін. Сондай түсетті оған. Құйылды. Көрейік біз. Сіз ішесіз бе? Ішіңіз? Ішеміз. Мына жерде, мына, негізі қымыз қою болмайды менің білуімде. Өзіне тән бір сұйықтығы бар. Түсі кішкене қою ақ емес, бірақ ақшыл. Қазір дәмін көреміз. Бірінші иісі. Иісіне не ыстың иісі шығады. Дәмінен көрейік. Сосын ішінде қара түйіршіктер бар, бұл қорқынышты емес. Тіке отырушейін, е? Бірінші кетті. Иә, бір қышқыл дәмі бар өзінің. Сосын киік оты шөбінің дәмі. Ыстың дәмі. Ыстың дәмі шығады. Мен айтар едім, иә, бұл қымыздың бойында, мысалы, біз айтамыз, бал ол барлық ауруға шипа. Мен үлкендерден естейтінмін, киік оты деген шөп бар, ол 101 ауруға емдеп. Киік оты шөбі бар, бал бар, қымыздың өзі бар, саумал бар. Үшеуі қосылған кезде, бұл жерде бір жойқын емдік эликсир пайда болатын сияқты меніңше. Бұны ішкенде енді киік отының өзі бауырға, асқазанға, сосын мынау ішек жолына деп айтады ғой, пайдалы деп. Қымызда тура солай. Солай ғой? Иә. Мен айтпағым, қымыз көп, бірақ өзің табиғи дәмін сақтап қалғандар аз. Мен осыдан бір табиғи дәмін сезіп отырмын.
Әлеке шын айтамын. Енді қазір ана башқұрт қымызы деп қазір актуальный болып кетті. Енді көп адамдар бізге де күмәнданады да енді. Бірақ шындығына келгенде біздер тап сондай жаңағыдай башқұрттың қымызындай біздер ондай объем жасай алмаймыз. Бұларға сұмдық енді, иә? Бұларға жете алмаймыз шыны керек. Себебі кейбір облыстарға айына 100 тоннаға дейін сатады деп естиміз мысалы. Бұл енді вообще перебор бұл айтқанда. Бұл қанша жылқы керек болған білмеймін енді. Шын айтыңызшы, су бар ма ішінде? Жоқ. Су жоқ. Тек саумал. Таза саумал. Бал шынымен де бар екен. Бізде кейбір видеолар бар, енді өзіміздің жаңа парақшамыз бар ғой, сол жерде көп нәрсеміз, ақпараттар таралған сол жерде. Мысалға ара анау мынау жерге қонбайды негізі. Өзі айтасыңыз. Ара тәтті жерге қонады да. Таза жерге қонады. Сол бір қызығы Алматыда осындай бір мешіттің алдында сатып тұрғанда аралар көп жиналып қалдық та сол жерге. Тап сол біздің қымыздың енді біздер бәрі уже қолмен жасалатын зат. Құйғанда да сол бәрі қолмен жасалады. Ана кейбір құйғанда жаңа сүті жанына енді ағып кетеді баклажканың сыртына. Сол кезде енді тәтті болып қалып кетеді, даже ұстап қарасаң шырыштанып тұрады. Иә, мына қолым қазір, мана төгілгенде шырыштанып. Соған кәдімгі ара қонып отыр да Алматыда, сол мешіттің алдына өткенде соны кәдімгі балдар байқап қалып, видео түсіріп, бәрі мә мынау шынымен не екен ғой деп, бал екен ғой деп. Енді бал ара анамыз затқа қонбайды ғой енді. Бұл да бізге бір плюс та, былай айтқанда бір жағынан жарнама, бір жағынан бір абырой да біз үшін. Табиғаттың өзі мұны қолдап жатыр дегенде ғой. Расымен ара ол көп дүниеге қонбайды меніңше. Біз енді араның ортасында өскен жоқпыз, бірақ еститініміз ара гүлге қонады, сол сияқты дұрыс таза дүниеге қонады дейді. Бірақ осының ішінде анау көп айтады ғой, қант емес пе, тәттінің дәмі шығып тұр ғой, қымыздың бәріне бал табу қайда деген сияқты әңгімелер бар ғой бізде. Біз бәрі жаңағыдай балда да, кейуотты шөбінде де бәрі запаспен жасалады. Қымыз жаңа өзінің сүтінде, саумалды да жаңағыдай запаспен алынып отырады да бәрі. Әр адамның өзінің бір, мысалы жаңа тағы да айттым ғой басында. Мысалы бір кондитердің өзінің бір фишкасы болады, соустарында бір не болады деген сияқты. Өзінің бір қосатын технологиясы бар. Бірақ бұны мен де көре алмаймын, сіз де көре алмайсыз. Қанша жерден өндіріске барып қарайық десек, оны бізге көрсетпейді. Ал енді бұның табиғи ма, табиғи емес па деген күмән болса, біздің сыртымыздан бір емес, бірнеше адамдар уже барып лаборатория тексерткен барып, ешқандай бұл жерде химикат, андай-мындай жоқ. Тап-таза кәдімгі саумалдың, тап-таза бал, тап-таза кәдімгі кейуоттың шөбін шығарған. Сүт органика, табиғи дүние. Ол сәл тіпті жыл жерде қалып қойса да ашып кетуі мүмкін. Қанша мың тонна жаңағы бие сүтін әкелесіздер. Менде бір заңды сұрақ, менде емес, жалпы мына көріп отқан көрермендерде тең заңды сұрақ туындауы мүмкін. Сонша жаңағы көлемдегі сүтті қалай сақтап отыр деген сияқты. Оның үстіне бізде өзіңіз білесіз, мал төлейтін уақытта сүт көп болады, қыста аз болады. Қыста тіпті жоқ болып қалуы да мүмкін кейбір жерлерде. Қысқа қалай балығымызды жеткізесіздер? Қысқа бағана да айтып отырық, полный бәрін түгел запаспен жинаймыз. Осы қазір енді бастала ма мысалы? Осыдан бастап бізді қазір кетіп отқан өзі запаспен кетіп отқан. Қыстан қазір шығып жатырмыз ғой қалың. Қыстағылар ма? Мынау қазір кетіп отқан қысты, мысалы былтырғы зат сүт сол запаспен шығып жатқан заттар. Әлде қазір уже алдың келе жатыр да олар. Алдың барып жинап, сондай бір үлкен бізде холодильниктер бар. Сол жерден запаспен жиналады бәрі. Бірақ жаңағыдай енді тап үлкен объемда жасай алмайды да, бірақ енді қазір енді максимум 50 тоннаға дейін апаруға болады қазіргі жағдайда біздің холодильниктерге қарай. Бірақ енді алда уақытта оны еселету керек. Сондай ниетпен енді себебі сұраныс көп жерде енді білмеймін, мен сіздер білесіздер ме, жалпы жеткізе алмаймыз қымызды. Бұл қымызды көп жерде сондай біздерге көп, мен мына этикетканың сыртында тұрған 2 телефон номер, екеуі де менің номерім 24/7 қосылып тұрады. Тыныштық жоқ. Иә, тыныштық жоқ. Таңғы 3 демейді, таңғы 4 демейді, қымыз бар ма, қымыз тебе ма деген неше түрлі сұрақтар мен звондайды. Бәріне жауап беруге тура келеді, шыны керек. Қымыз тебе ма? Бұл енді сондай не болғасын, жаңа запаспен енді айтып отырық қой, запаспен деп. Енді алда уақыт қазір мына бітіп жатқан қымыздар уже былтырғы запастарда, мысалы жиналғандар. Сапасы әсер етпей ме ол?
сапасына әсер етпейді. Ешқандай әсер етпейді. Жақсы температурада сақталып тұрса, ештеңе де болмайды. Қазір осы жасалып тұрған күйінде де, мысалы өзімізде мысалы Шымкенттен Атырау облысына, Маңғыстау облысына да алып келеміз да. Өзімізде жақсы холодильникте сақтап отырамыз. Өзімізде холодильникте тұрса да 3-4 ай тұра береді. Ешқандай ештеңе жарылмайды да, ісінбейді де, сол күйінде тұрады. Ал енді біз сол күйінде, свежий күйінде мысалы магазиндерге апаратын болсақ, кейбір дүкендер халық сөйтіп сұрайды деп айтады. Ісінген күйін сұрайды да, мына қымыздың. Якобы ашыған қымыз болса, бізге басымыз типа тибет дегендей. Кейбір магазиндерден, көптеген магазиндер сондай ісінген қымыз көретін болсақ, біз өзіміз барып жинап аламыз. Жинап алып, бұл қымызды ешқандай обработка жасалынбайды. Бұл қымыз просто так төгіледі барып. Қанша тонна төгіп көрдіңіз осы уақытқа? Ең көбі 4 тонна төгдік. 4 тонна деген? Бір мезетте болғанда, жаңағыдай бір определен 3-4 айдың ішінде жиналған қымыз. Ол не үшін 4 тонна төгілді? Себебі біздер енді бастап нарыққа шығып жатқан кез көп адам танылмайды. Ол қымыз кейбір магазиннің холодильниктеріне көрінбей қалады. Сонымен өзіме өзі ісініп, бұзылып, сөйтіп жиналып қалып. 4000 бутылка ма сонда? 4000 бутылка. Ол кезде оның алдында бір сол как раз Азан радиосына бір сұхбатында сол видео дәлелдерімен көрсеткенбіз. 4000 бутылканы зая просто Атыраудың бір сыртында жаңа свалка бар ғой, апарып төктік. Ішің күйеді, минус болады, бірақ не істейсің? Бірақ солай. Бірақ енді қазір Аллаға шүкір айтады ғой, шығыс болмай, кіріс болмайды дейді ғой. Мысалға 4000 бутылканы төктік, қазір енді Аллаға шүкір ондай вообще возврат деген жоқ мысалы. Аз, өте аз, 4000 тонна емес, 4 тонна шықпайды енді. Шүкір қазір көш жүрегелет жүреді дейді ғой. Енді басында жаңағыдай айтады ғой, көп адам кәсіпке енді бәрі оңай көреді да, оның басындасын қиындықтарын көп адам біле бермейді негізі. Оның бәрін жаңағыдай өзіміздің басымыздан өткіземіз ғой, былай айтқанда. Аға, байыса қазақ байысын. Қалай бастаймыз? Неден бастау керек әуелі? Ниеттен бастау. Ниетті турлаймыз әуелі. Бірінші ниет туралайсыздар. Сосын ниет еттім қымыз кәсібін бастау үшін. Енді біздер енді жалпы өз басым, мысалы қолдан келсе, менде де көмектесуге әрекет жасаймын. Сұрақ беретіндер болады ма жалпы, осыны қалай бастауға болады? Сұрақ беретіндер бар, көп сұрайтындар. Бірақ болып тұрды. Көп нүкте. Көп нүкте, иә. Енді былай айтқанда, қазір енді не шықса да Шымкенттен шығады деп айтады ғой негізі. Қазір көп шабуыл болып отыр да біздің технологияны білгісі келетін адамдар. Неше түрлі әдіспен. Менен негізі бұл как основатель ретінде негізі өзіміз ғой, былай айтқанда. Менен аттап кетеді да, барып тіптіке өндіріске барады, сол өндірісті іздейді. Жаңа шығарып жатқан технологты тауып алғысы келеді. Бұл технолог енді Алланың қалауымен біз сондай келісіміміз бар өзіміздің. Ол шығарады, тіс жармайды ешкімге. Тіс жармайды. Ол өндіреді, мен сатам. Болды. Біздің жұмысымыз сол, былай айтқанда. А бұл жерде қалай жасалады, даже ол кісі маған да көрсетпейді. Кіріп, мін Альбек былай жасап жатырмын деп ол мүлде айтпайды. Себебі енді маған да ой келеді ғой, неге ол кісі шығарды, неге мен шығармасқа дәл сондай қылып деген сияқты. Дәл сондай сияқты көптеген бауырларымыз сөйтіп бізден аттап барып, жаңа ленгерді шарлап жүр көп адам. Жаңағыдай технесін тауып алғысы келіп, қай жерден қалай шығаратын, және өтірік звондайды, сағат 3-4 типа қымыз қалай жасалып жатыр. Енді бізде мынандай бір минусымыз бар, в данный момент қазір уақытта енді кейбір точкалерге срок соғылып жатқан жоқ та, андай шыққан күні көрсетілмейді. Бұл магазиндер болғасын, постоянно работа не істейміз. Енді кейбір маркеттермен кәдімгі договорда отырғасын жерде уже бәрі официально бұл көрсетілу керек болғасын, оларға арнайы жасап береміз жаңа сроктарын. Соған тиіседі, жаңа срок қайда, қашан шыққаны көрінбейді деген сияқты. Біздер айтамыз, если нағыз күмән болатын болса, қымыздан шынымен күмәнданып тұрсаңыз, барып сол алған жеріңіз кейін барып тапсырсаңыз болады, ешқандай проблем жоқ. 24/7 всегда доступпын, маған хабарлассаңыз, алмай жатса, өзіміз барып өкілдерді жіберіп алдыртамыз. Ақшаңызды кейін қайтарып береміз. Былай айтқанда бұл қымыз бұзылып үлгеріп жатқан жоқ, бұзылуға жетіп жатқан жоқ шыны керек. Себебі біз жеткізе алмай тұрмыз қымызды. Адамдарға жеткізе алмай жатырмыз. Адамдарға жеткізе алмай тұрмыз. Мына магазин алмаса, мына магазин сөзсіз алады. Сіз алмасаңыз, ана бауырымыз алатыны
күмән жоқ. Аллаға шүкір, бұл қымыз уже көптеген адамдардың көңілінен шығып, кәдімгідей сүйікті сусынына айналды, былай айтқанда. Таяқтың екі күші бар. Пайдалы жағына келейікші. Жаңа масайтатын кейбір сәттерін айттық. Бұл балғымызға қатысты емес. Балғымыздың көлеңкесінде тұрған, тасасында тұрған, мынау сырттан келіп жатқан, бізге мәлім де беймәлім қымыздар туралы айтып отырмын. Бірақ дәл осы балғымыздың мен адамға пайдасын сұрағым келіп отыр. Жаңа айттым ғой, мынау бір қуатты дүниелер қосылған эликсир сияқты адам денсаулығына. Бал бар, киік оты бар, қымыздың жаңа саумалдың өзі бар, ашытылған. Киік оттың енді кәдімгідей күбіге, солай бұрынғы технология ғой, күбіні төңкеріп, киік отыны жаңағы түтетіп, үстіне бетіне қойып, тура осылай жасала ма? Әлде үлкен бір қазандыққа келіп бәрін араластырамын. Жоқ, енді үлкен қазан болады, по-любому қазір былай айтқанда мынандай кішкентай күбімен көпке бармайды. Жасаймыз. Оны қалай болғанда да үлкен ыдыспен жасалатын зат қой. Бұның бір пайдасы, енді пайдасына каждыйына әрқайсысына тоқталатындай, мысалы. Менің арқам теріледі қазір. Шын айтамын. Бұл действительно былай айтқанда тұла бойды жылытып, бір білмеймін, күшті сезім болады, енді айтып жеткізу қиындау. Мен өз басым шыны керек бас жағыма салып жатамын да, кеше мысалы, мен мысалы Ақтауда тұрып жатырмын қазір. Ақтауда енді складымыз бәрі қасында боласын, күнделікті. Кеше Астанада тоже өкілімізге хабарласып, қымызымды алдыртып, әдейі арнамай қасыма жатарда бас жағыма салып жатырмын. Ұйқыдан тұрған бойда сосын қымызды ішіп отырмын өз басым. Организмде не өзгеріс бар? Бұл организмге айтқанда енді іш құрылыстары бәрі кәдімгідей жұмысы жасау ерекше, енді шыны керек. Беттің ажарлануы, бұл сүт, бұл жоқ, былай айтқанда сүт өнімі болғасын, табиғи өнім болғасын бір жағынан. Бұл шыны керек пайдасы өте көп. Сосын және киік оты деген, негізі мына айтады ғой, ер адамдар көбіне жаңа темекі шегеді, мына жерге өкпесі сырылдап қалады. Өкпе жаңа тазалайды, шыны керек, мына нелердің бойларын, шлактарын түсіреді. Киік отының сондай бір қасиеті бар негізі шөптің. Жаңа айтып отырық қой, біздер қара точкалар шығады. Бұл қорғатын нәрсе емес, бұл наоборот жаңағыдай пайдасы көп заттың, былай айтқан киік отының шөбінің ысы. Орысша айтқанда копченияның күлді қалай айтады орысша. Сол күл былай айтқанда. Бірақ ол қауіпті емес. Қауіпті емес, ешқандай қауіпті емес. Органика. Былай айтқанда пайдасы болмаса зияны жоқ. Зияны жоқ. Түсінікті. Біз шығындар туралы айттық, пайдасы туралы айттық. Енді нарықты жаулап алған осы қымыздың, осы біздің өзіміздің дәстүрлі қымыздың тасасында жүрген, осының атын жамылып жүрген қымыздардан қалай құтыламыз? Қалай жұрттың көзін ашамыз? Жоқ, оны былай айтқанда, құтыламыз тасасын жамылып жүрген деп айтып отыр ғой. Былай айтқанда, балқымыз бұл общее понятие деп айтады орысша айтқанда да. Қалай жалпылама айтылғандай, атау сондай, бал қосылады, қымыз қосылады деген сияқты. Сонымен аты шығып кеткен. Дәл солай, жаңа балғымыздың артында қандай қымыз, жаңа аты жаңа микс деп жатсыз ғой, микс деп жатыр, үш жылқы дейді. Башқұрт бар. Башқұрт, жалпы башқұрт қойын көбіне. Көбісі енді былай айтқан 90% башқұрт қымызы негізі бізде Қазақстанға келіп жатқан. Біздің өзіміздің қымызымыз аз, былай айтқанда. Бұндай көлемде кіре алмайды, былай айтқанда. Жетпей жатыр. Иә, жеткізе алмаймыз. Кеше осы Астанада болдық қой, Астанада Бауыржан деген кісімен таныстым. Олар жаңа бай қымыз дейтін үлкен бір жоба ұйымдастырып жатыр. Бай қымыз. Бай қымыз деген сондай проекті жасалып жатыр. Гастро бірдеңе деген, қазір есіме түсірмейді. Гастрофестиваль. Сол жаңа Бауыржан деген кісімен таныстым. Сол кісілер алдағы уақытта осы жылы 19 және 20 шілде күні Астана қаласында үлкен бір гастрофестиваль ұйымдастырайын деп жатыр. Бұл жерге жаңа ұйымдастырушы кісілер асыл тұқымды жылқыларды, және біз Қазақстанға келетін, бұл келеді, асыл тұқымды жылқылар келмейді емес, бірақ бұл жаңа соғымға кетіп қалып жатыр. Сол арты сол соғымға кетіп қалып жатыр. Оның көбісі дамытпай жатыр. Енді бар шығар дамытып жатқандар. Бірақ кеше ағамыздың сөзінен айтып отқан сөзім ғой, мен
сол кісінің айтуы бойынша жаңағыдай көп дамылмай жатыр. Сол асыл тұқымды жылқыны қалай дамытамыз, алда қалай жаңағы сүтті, соның ішіндегі жаңа қымызды біз қалай кеңінен таратамыз деген сияқты. Бізде бір өзіміздің, мен жаңа шетел дегенде есіме түсіп отыр да, жаңа Грузия елінде біздің балығымыз сатылған. Осы балығымыз ба? Осы балығымыз Грузия елінің Рустави, жаңа сосын Батуми дейтін жерлерде. Жаңа біздің көлікпен айналысатын бауырларымыз көбісі сояқпен жиі қатынайтын боласың. Ішінде арасында енді біздің балығымызды сүйіп ішетіндер бар. Арнайы сонда дүкендерге апарып, жаңа кафелерге апарып, осы қымызды қойған. Сол кезде жаңа Грузияда жүрген бауырларымыз фотосын жіберіп, сіздің қымыз Грузия елінде жүр деген сияқты. Ол да бір қуантарлық та. Ендігі мақсат, кешегі мен кездесуде түсінген бір ойым, біздің отандық өнімді нарыққа кеңінен таныту мақсат. Бұл жерде ертең сол шарада жаңа гастрофестиваль деп айтып отыр ғой. Сол фестивальда көптеген біздің жергілікті Қазақстанның жан жақтан келген шаруашылықтары бәрі жаңағыдай өздерінің өнімдерін әкеліп таныстырады, Көрмеге қояды. Сол жерге келіп, неше түрлі қымыздың, неше түрлі әдіспен жасалған қымыздардың дәмін татуға болады. Сол жерде және халық өзінің бағасын береді, және бұл жерде бір үлкен қомақты қаржы қойылып жатыр, тігіліп жатыр былай айтқанда. Енді Алла сәтін салып, бізде ниет етіп отырмыз сол фестивальге қатысуға. Сәттілік. Рахмет. Алла сәтін салса, сол көрмеде қатысатын ойы бар енді. Енді бір қызық сұрақтарға келейікші осы. Көптің көкейінде жүрген, сіз осы қымыз саласына келгелі нағыз бір сарапшы болып алдыңыз, менің түсінігімде. Бір әлеуметтік желіде видеолар тарап жүрді. Осы есекті сауып, кейін айту ауызда бармайды. Соны сүтін ашытып қымыз қылып жатыр екен деген. Осындай әңгімелер естідіңіз бе? Жалпы есектің көрдім ондай сүтінен қымыз шыға ма? Анау башқұрт қымыздың артында сол есектің қымыз тұрған жоқ па сүті? Ондай нәрсеге вообще шын айтсам, көптеген біз енді осы қымыздың саласында жүрген жерде ең бірінші біздің достарымыз бастап жібереді да сондай видеоларды. Маған шыны керек, мен былай айтқан мыңдап келеді сондай видеолар. Кәдімгідей сауып жатыр ғой енді. Сауып көрсетіп жатқандары. Типа біреулер жаңа ішіне мазақ қылып айтады, типа ол сендердікі емес па деген сияқты, Алла сақтасын. Білмеймін, адамдардың пейілі тарылып кеткен ба, бір мен өз басым мен кішкене көп ренішім бар негізі. Осы есектің тақырыбына қатысты. Жоқ, есектің тақырыбына емес, жалпы осы аяқтан шалушылар көп та, жаңа ішінен бір нәрсе шықты деп айтады. Ішпеңдер, бұның ішіне арақ қосылған, бәрі кәдімгі гарантия қойып, пәтуасын беріп тұрып айтады да адамдар. Білмеймін, өзің қазағың ғой деймін да, өзің қазағың, өзің желесің, мысалы қарап отырсаң, сол кісі, тап соны айтып отқан кісі, мысалы сол башқұрттың қымызын ішеді. Действительно, мысалы Ресейге кетіп жатыр да, оның ақшасы былай айтқанда. Отандық өнім болған жерде бұл ішкі нарық, ішке жұмсалатын зат та былай айтқанда. Тепе-теңдік болу керек. Өзімізге жұмсалады, қолымызда келсе, ауысса, жан-жаққа көмектесеміз дегендей. Бұл өзіміздің ішкі нарық болған жерде өзіміздің ақшамыз өзімізде қалу керек деп ойлаймын. Мысалы қарап отырсақ, біздің Қазақстанның кейбір біздің өзіміздің былай айтқанда біз себепші болып отырмыз да, жаңа шетелдің азаматтарының үлкейіп, көркейіп кетуіне да. Неге мысалға біздің өзіміздің отандық өнімді сондай дәрежеде көтеріп, бұл жерде ешқандай ұтылмайсың, жаңағыдай айтып отқандай табиғи өнім. Бұл пайдалы, өте пайдалы зат. Бұл қымыздың бір жаңа тағы да бір ескертіп айта кетейін, бір ерекшелігі, жай қымызды негізі екінің бірі іше алмайды, жай қымызды. Сіз іше алсаңыз, мен іше алмай қаламын мысалы. Өтпейді. Иә, өтпейді. Ол на любителер былай айтқанда. Ал бұл қымыздың бір ерекшелігі жас баладан, кішкентай баладан бастап кәріге дейін ішеді. Бұны маған айтқан, мен шыны керек осы нәрсені ойламаппын, былай айтқанда ойыма да келмепті да. Оны Алматыда бір қымызды кәдімгідей жақсы көретін, қымыздың кәдімгі неше түрін ішіп тастаған сондай бір кісі да. Соны айтады да, сендердің қымыздарың бір ерекшелігі кішкентай баладан бастап кәріге дейін әйел адамға да спокойно іше алады дейді да. Жұмсақ. Жаңа енді оның технологиясын тағы да айттым, жаңағыдай артық еш нәрсе жоқ. Бұл жерде таза бал, таза натуральный бәрі бал, кей өтімін істейді.
адамдарға өтіп тұр осы нәрсе, ұнап тұр да, бір ішкен адам ол екінші рет міндетті түрде ішеді. Ал енді жаңағы башкирский қымызға жатылған адамдар бұған кішкене өте алмайды, себебі мынау теппейді да. Бұл басқа тимейді. Бұл басқа теппейді. Сіз білесіз ғой, айтқыңыз келмей отыр. Есектен қымыз шыға ма, шықпай ма сонымен? Жаңағы есектен ауысып кеттік да біздер. Жоқ, білмеймін оны. Мен білмейді екенмін. Бірақ сауып жатқандар бар. Видеосын көрдік, таралып жатыр ғой енді әлеуметтік желіде, бірақ Қазақстанда өзі есек аз ғой. Мінуден ауыспай жатыр. Қанша есек керек, білмеймін, қандай объемда есек. Мен жылқыдан шықса деп мысалы сенерім, бірақ енді тап сол есектен мен көрсем Шымкенттен, Тараздан бір-екі есек көрдім, былай жолға кетіп жатқан. Бірақ анадан өзі қасқа жүн түтіп кеткен, өзі өлейін деп жатқан есектен қандай қымыз шығатынын білмеймін, Алла сақтасын, бұндайды вообще ойыма айтып отырмын ғой. Ойлағым бұнда келмейді, былай айтқанда ананы. Балғымызда ойда адал, ішіндегі компоненттерде адал. Аллаға шүкір. Енді Алланың қалауымен Алланың алдында ғибадатымыз жасап, Алланың алдында құлшымызды жасап жатырмыз ғой, бірақ енді қолымыздан келгенше дұрыс адал затты жеткізгіміз келеді. Кейбір бауырларымыз бар осы қымызға қатысты. Бұл деген жаңағы кәпірлердің ішетін сусыны, ішің жаңағыдай неге мас қылады, масайтады деген сияқты әңгімелер жүргізеді. Осыларға қалай жауап берер едіңіз? Ішіп бір мен көшеде құлап жатқан адамды көрмеппін. Тап осы қымызды ішіп бір қуып кеткен адам көрген жоқпын. И көрмеймін де. Анық айта аламын да, былай айтқанда. Бірақ енді мен қазір біреуді айтсам бір жамандағандай боламын, шыны керек. Өзімнің бір былай айтқанда енді конкуренттерім, өзіміздің бауырларымыз соның бәрін айналысып отқан. Жақсы араласатын бауырларымыз, олардың да бір кәсібі, олар да осы сол қымызбен мысалы нанын тауып отыр. Бірақ кейбір жақсы араласатын бауырларыма ескертіп айтамын өз басым. Сен білесің ғой не істеп жатқаныңды деген сияқты. Әрге бар ма? Әр нәрсенің өзінің сұрауы бар екен. Сен де мен де жақсы білемін оны. Сақ болу керек. Ақшаның артына қуалаймын деп ертең басым бәле ұшырап жүрмесін деймін. Ол былай айтқанда бұл дүние былай айтқанда Алланың қалауымен бір ризық кең ғой. Алланың ризығы кең, бәрімізге жетеді былай айтқанда. Бірақ уақытша. Бәрі уақытша нәрсе. Просто кейбір нәрселерді қазір мысалы бір бауырымыз алады да, ана қымызды ішіп, перегармен алады да, просто так правасын айырылып қалады, 15 суткіге қамалып қалады. Жатады 15 суткіде, правасы кетіп қалды. Болды енді, водитель болып жұмыс жасайтын адам мысалға жұмыстан да айырылды. Бұның күнәсін кім арқалайды деймін да, сонда мен айтамын. Жалпы енді мен керім бір пәтуа беретін бір ұстаз емеспін да, бірақ имамдардан еститін жаңа жұма намаздарында былай енді көптеген дәрістерінде қатысамыз ғой. Сонда айтады ғой, жаңағыдай сондай жалпы басты айналдыратын заттың бәрі харам деп айтады да. Алла сақтасын, бұндай нәрсені мен өз басым құптамаймын да, бұны тасушы да, сатушы да, негізі қиян білмеймін енді, өз асы қиын деп ойлаймын. Маған мысалы біздер енді сатушы компания болғандықтан бізге көп ұсыныстар келді, Башкириядан да келді. Типа Алибек деген шығарайық деген сияқты балғымызды. Бірақ іші бөлек. Иә, көп бәрі бір былай айтқанда ішінің бәрі. Сол келіп жатқан бәрі бір зат келіп жатқан. Просто сырты ауысып жатыр да. Этикеткісін там Жандос деп жалғастырып қояды, Таймас деп жалғастырады, осылай да ойына келген жасап жатыр. Бірақ ішіне ешкім үңіліп жатқан жоқ та, себебі біледі, что ол ұшып жатыр, саудасы қатты кетіп жатыр, ақша дейтін ойбай ағып жатыр деген сияқты да. Бірақ аржаны ойлап жатқан жоқ та, көп. Бірақ ақша бар, иә, расымен. Ақша бар. Ол ақша болмаса. Ақшасыз кәсіп емес. Қалай? Ақшасыз кәсіп емес. Конечно. Біздің жалпы өндірісте тек қана қымыз емес, тек қана жаңағы алдағы уақытта бұйырса таза табиғи өнім сары май қосамыз. Күні кеше маған өзіме келді, өндірістен жіберді. Сап-сары болып тұрған май кәдімгі. Бұл қазір сезонға да сәуір май деп айтады, жаңа мамыр май деп бөліне береді ғой. Бұл жаңа сүттің берілуіне байланысты, ауа райының шөпке де байланысты деген сияқты неше түрлі сары майдың өзі неше түрлі түс береді екен. Кеше келген сары майдың өзі мен мысалы дәмін қарағанда дәмі жақсы, натуральный өнім ғой енді. Түсінен қорқып кеттім да, өзі былай айтқанда сап-сары болып тұр. Мен өндіріске кеттім, не жеп жүргенсің, мынау не краска ма деген сияқты. Ол жоқ, әлеке, ол ондай емес, ол мынадай зат, осындай зат болады. Ертең бара-бара ол жаңағыдай түсі өзгеріп бастайды деген сияқты. Бірақ бізде мынандай нәрсе кішкене халықтың арасында бір
мынандай түсінік бар да. Бізде мысалы мына қымыздың өзі кейде технологиясы ауысып тұрады да. Бұның айырмашылығын айтайын, жаңа жердің шөбіне байланысты, мезгіліне байланысты, шығатын мезгілдеріне байланысты. Сосын оны адам жасайды қолмен, аппарат емес жасайтын. Кәдімгі адам өзі алып жасайды, өзі не істейді, ыстайды, өзі апарып багажкаға қояды, өзі барып этикеткасын жабыстырады. Бәрі ручная работа. Ешқандай аппарат, робот дым жоқ бұл жерде. Енді алда уақытта бұйырса бір полуавтомат аппараттар алуға ниет етіп жатырмыз. Қазір өндірісті үлкейтіп жатырмыз. Алда уақытта бұйырса бір видеоролик дайындаймыз арнайы. Осы қымызға қатысты қайдан шығатыны солай. Балғымыздың болашағын қалай елестетесіз? Болашаққа былай айтқанда Сармай қасына ілеседі. сол қасына енді біз былтырлары мысалы көже бастадық. Менде мынандай нәрсе бар да өзімде. Өзімде принцип болады да адамда. Көптеген өнім бар да, мысалы сармай бар, құрт бар, чечел бар да, сыр бар, неше түрлі ірімшік. Соның бәрін алып жүруге болады да мысалы. А менде бір мынандай принцип бар да, бір өнімді алдым ба бірінші, қымыз деп алдым. Бұл қымызды бір каляға, бір объемға жеткізбейінше мен басқасына кіріспеймін. Басқасына вообще кіріспеймін. Қазір енді Аллаға шүкір, қазір қымыз өзі енді білім, бізде қазір екінші жыл ғой енді жасап жатқанымыз. Енді түсініп жатыр. Кейбір мына қымыздар қазір былай айтқанда анализ жасаймыз да өзіміз жылда. Бұл қымыз күзден бастап көктемге дейін жақсы өтеді. Сұранысы өте жақсы болады. Жәймен уже жаз күн жылынып, күн ысып бастағанда қымыздың сатылымы да азайып бастайды, бірақ қымыз көбейе бастайды. Сондай бір қызық несі бар да жерлер. Біз мынандай деп ойлаймыз, кейде жаздың мезгілінде қымыз дейтін вообще қазір 10 тонна саттық па, ертең 20 тонна сатамыз деген сондай ниет ой болған, арман мақсат былай айтқанда. Бірақ былтырғы сондай анализбен айтқанда керісінше болып кетті. Керісінше күздің мезгілінен көктемге дейін саудасы жақсы болады да, күн жылынып ысығаннан кейін адамдар бәрі суға өтеді да, мороженое су деген сияқты. Бұл қымыздың несі уже продажасы былай айтқанда саудасы баяулап қалады. Шұбатпен қымызды қатар қойғанда көпшілігінде осы қымызға қатысты бір қорқыныш бар. Ішке тиеді ғой деген сияқты. Иә, бұл көбінесе жаңа таза саумалдың өзі прямой енді ішке кәдімгі ол тиеді ол. Дұрыс тиеді кәдімгі тигенде. А бұл қымыздар? Бұл қымыздар енді бірінші ішкен адамға әсер етуі мүмкін. Бар, иә, ондай болды. Бәрін емес қой бірақ. Иә, кейбір адамдар организм, сосын адамның организмі әртүрлі. Жалпы бұл қымыз қазіргі таңда актуальный зат болып тұр ғой, енді соған жаңа себепші болатын қымыздарды да айтып кеттік. Бұл қазақтың рухын оятып, жастардың санасын оятып отыр. Бұл бір қуантарлығы, әр қымызханаға кірсең өзіміздің ұлттық ою өрнектеріміз тұрады. Ұлттық жаңағыдай қасқырдың терісі тұрады, болмаса түлкінің терісі, садақтары. Бұл жерде бір қуантарлығы жастарымыз тани бастады, ұлттық заттарымызды, ұлттық құндылықтарымызды танып кеңінен бір қуантатын осы нәрседе. Бұл пайдасы. Қымызға келіп көп нәрсені оқып кетіп жатыр. Иә, қымызға келіп, осы қымыз деген нәрсені шын айтқанда осы уақытқа дейін білмей, осы соңғы 3-4 жылдықта қымыз деген сусын бар екенін бізден енді сол моментте былай айтқанда өзіміздің қымызымызды, өзіміздің брендімізді айналдырайық деген ниетпен сөйтіп бастадық қой негізі. Енді сол қуантатын осы жаңағыдай жастарымыздың қымызға деген жаңағыдай сүйіспеншілігі, жаңағыдай өзіміздің құндылықтарымыз, ой өрнектеріміз. Қазір кейбір қымызханаларда барсақ ескі көне жаңағыдай неміз кебеже, сандықтар тұрады. Кейбір күбі деген нәрсені білмейтініміз ғой, бұл осы күнге дейін шын айтсақ. Біз енді қаланың балдарымыз ғой, былай айтқанда. Күбі деген нәрсені білдік. Қалан. Бұған себепші осы қымыз, былай айтқанда. Бір ғана сусын. Қанша ұлттық құндылықты тірілтіп тұр. Кейбір қымызханамызда домбырамыз, ұлттық жаңа аспаптарымыз тұрады. Ол жерде жаңа өнер азаматтар домбырасын ойнап отырады. Жақсы негізі. Әлеке, қымыз туралы көп әңгіме айтуға болады. Онысы қазір нағыз трендте тұрған сусын. Бұл бізге Қырғызстаннан да келіп жатыр, Ресейден де келіп жатыр, жан-жақтан кіріп жатыр. Тіпті Өзбекстаннан да келіп жатыр, қателеспесем. Бірақ біз осы балғымыз туралы көпшілік біле бермейтін, көкейінде жүрген сұрақтарға жауап бердік қой деп ойлаймын.
көп әңгіме керек емес. Бір ғана факт. Маңдайымыз терледі жалтырап. Арқам жіпсіді. Мен қазір жақсы бір әсерде отырмын сондай. Рахмет. Кәсібіңіз берекелі болсын. Әмин, рахмет. Бұның түбінде жатқан біздің ұлттық құндылығымыз. Бұл ата кәсіп. Осы ата кәсіптің көзін жоймай, осыны дамытып жүрсіз. Құдай қуат берсін сізге. Әмин, рахмет. Көбіңіз ортаймасын. Әмин. Тілек сол. Алла разы болсын. Алла тағала істеріңе береке берсін. Өсіп өне-өндір. Әмин. Біз де подкастта сөйтіп қоштаспаймыз деп қойып едік. Иә, қол алсамыз. Рахмет.